Үйіңізде жарты лимон болса, осы кекс дайындап көріңіз, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Тез әрі оңай жасалады. Ең алдымен 120 грамм жұмсақ сары майға қантты қосып, екеуін миксердің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Үстіне сидадан өткізілген ұнымызды қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Одан кейін жарты лимонның согын және жарты лимонның цедрасын қосамыз. Ең соңында разрыхлителді қосамыз. Барлығын бір келкі қылдырып араластырып, одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Піскені зубочистканың көмегімен тексеруге болады. Міне біздің кексіміз дайын болды. Пирог қылдырып та жасауға болады. Иісі деген өте керемет болып шығады. Осылай пергаменттен алып, үстіне қазір глазурь жағып шығамыз. Глазурь үшін лимонның согын және де сахарный пудраны жақсылап араластырамыз. Барлығын осылар қасықтың көмегімен кексіміздің бетіне жағып шығамыз. Бөлме температурасында толығымен суытып алу керек. Мен ыстықта кестім, сондықтан үгітіліп қалды. Сондай нежный кекс болып шықты. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Тез жасалады, 5-тің шайына жасап жесеңіздер болады. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий жазылып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, ас болсын.